бір кланды 50 адамға толтырып, Ратуша 3-тен 4-ке көтергізіп, Ратуша 15-ке жарысты бастаған болатынбыз кеше. Және бүгін екінші күн достар. Басты жүлде қоры 60 мың теңге. Яғни бірінші орынға 30 мың, екінші орынға 20 мың, үшінші орын 10 мың теңге. Ол 30 қоры алдағы уақытта көбеюде мүмкін. Бұйырса жігіттерді қолдап, кім қанша айда Ратуша 15 фулға жететін бізбен бірге көріңіздер. Ал біздің қарапайым қазақ кланы, құйрық кланы поисқа жазып қарап отырсаңдар да болады Clash of Clans ойынынан. Және достар, сендерге сұрақ: Ратуша 15 фулға осы жігіттер жарысып қанша айда жетеді? Комментарийға бөлсіңдер. Және достар, қызық көріп кваш көрдік 50-50 Ратуша 3-4пен. Және бізге қарсылас шықты Fire and Ace деген от және мұз деген кланмен түстік. Қазір 4 сағаттан кейін КВ басталады. Если что, стрим ашып қалсақ, стримға келіп қолдау беріңдер. Кішкентай тықалармен атака қалай болатын қызық көргім келіп жүреді. Сендерде де сондай болса стримға келіңдер. Попкорн болса попкорн, шемішке, құрт болса құрт, отырып тамашалайтын боламыз. Ал достар, прокачка жағынан қарайтын болсақ, бізден аяқта QQ псих бірінші орында. Ратуша 6-сын Ратуша 7-ге көтеріп жатыр екен. Стенкаларды апарып сатты. Ал екінші орында прокачка жағынан QQ Monday дейді. Ратуша 6. Так, лагерлерді көтеріп жатыр, стенкаларды көтеріп жатыр, жаман емес. Ал кеттік үшінші прокачка жағынан бізде QQ Шохан дейді. Әдемі прокачкасы бәрі әдемі. Ал енді кім осы үшеуінен, осы үшеуі алда тұр ғой енді әзірге. Осы үшеуінен кім бірінші жетеді Ратуша 15-ке? Даже бұлардан да ас кету мүмкін, донатты құйып салса негізі. Новый годтың өзінде Ратуша 5 әлі. Көреміз енді, алдағы уақытта ешқандай асығыстық шешім қабылдамаймыз. Тек мықтылар жеңсін. Ал сендермен болған Шахтер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жаз кетіңдер. Арнаға тіркеліп кетеміз.